Шілдеде Қазақстанда жұмыс іздеушілер белсенділігі айтарлықтай өсті. Маусым айымен салыстырғанда 34%-ға артқан. Ал жұмыс берушілер Еңбек.kz электронды биржасына 104 мыңнан астам бос жұмыс орнын орналастырған. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметінше, бос жұмыс орындарының айтарлықтай өсуі Алматы мен Қызылорда облыстарында байқалса, ең көп қысқару Жамбыл және Түркістан облыстарында тіркелді. Дәл қазір еңбек нарығындағы ахуал жайлы еңбек ресурстарын дамыту орталығының бас сарапшысы Мәдияра Алдияровтан сұрап білсек. Тыңдап тұрмыз? Жалпы Еңбек.kz электрондық еңбек биржасында орналасқан түйіндемелер мен бос жұмыс орындары бойынша мәліметтерге тоқтала кететін болсақ, өткен айда, яғни 2025 жылдың шілде айында жұмыс берушілер тарапынан 110 мыңға жуық бос жұмыс орындары тіркелген болатын. Жұмыс іздеушілердің тарапынан 150 мыңға жуық түйіндемелер орналастырылған болатын. Жалпы айтқанда, еңбек нарығы тек қана электрондық еңбек биржасында ғана емес, жалпы Қазақстандағы еңбек нарығы басқа мемлекеттердегі еңбек нарығы сияқты, ол маусымдық факторларға тәуелді. Мысалы, жылдың басындағы, жылдың ортасындағы және жылдың соңындағы еңбек нарығындағы белсенділік әртүрлі болады. Қазіргі кезде біріншіден бұл қалыпты жағдай деуге болады, яғни сезондық бұл жерде маусымдық фактор ретінде, бұл біріншіден кезекті оқу маусымының аяқталуы, көптеген түлектер қолдарына дипломдарын алып, жұмыс іздеуге нарыққа шығып жатыр. Оның ішінде әртүрлі салалар, техникалық болсын, гуманитарлық бағыттағы болсын,